Маңғыстау біріншіден сол кезде толық көшпенді халық болды. Маңғыстау әлі мұнайды игере бастаған жоқ. Бізде жұт болып жатыр мысалға. Бізде сонда Маңғыстауда түйе қалмады ма сонда? Қаржы мәселесін шешу керек бірінші. Ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын және туризмді дамытудың болашағы, мүмкіндігі, жолы бар ма? Туризм деген негізі мәдениет. Ассалаумалейкум, құрметті көрермендер. Тимурдан инфо YouTube жобасының келесі саны. Бүгін біздің қонағымыз Нұржігіт Нұрболатұлы. Негізгі әңгіме Маңғыстаудың өткен кеткені, тарихы және оның өлкетанудағы маңызы, бұл қалай зерттеліп жатыр, не болып жатыр, болашағы қандай деген біраз сұрақтарға жауап іздеу болмақ. Сондықтан Нұржігіт, қош келдің бүгінгі студияға. Біз енді бір жас құрдастығымыз бар, сондықтан сен деп сөйлей беруге рұқсат бересің деген ойдамын. Қалай келдің? Жақсы келдің бе? Жақсы келдік, жақсы. Тамаша. Ауыл ел аман? Аман, шүкір. Бәрекелді. Жалпы анау негізгі әңгіме, әрине біз Маңғыстаудың жаңағы өзің зерттеп жүрген ол адай көтерілісі бола ма, немесе Маңғыстаудағы өлкетану мәселелері бола ма, оған біртіндеп әңгіменің барысында тоқталамыз. Бірақ сөзімнің барысында бір қысқада нұсқа сұрақ қойғым келіп отыр. Ол мемлекеттік кеңесші Ерлан Тынымбайұлы Қарин мырзаның бастамасымен деп айтуға болатын шығар. Саяси қуғын сүргін құрбандарын толықтай ақтау жұмысы бойынша комиссия құрылған екен уақытысында. Бұл 1920-50 жылдар аралығындағы саяси құрбандардың ісімен айналысады екен. Соның Маңғыстау өлкесіндегі аймақтық комиссияның мүшесісің, иә? Әлде мүшесі болдың ба? Болдық қазір. Яғни ол комиссиялар қазір жұмысын тоқтатты, иә? Осы мынау енді сұхбаттардан байқасақ, Ерлан Тынымбайұлының айтуы бойынша қазіргі таңда осы жұмыстардың аясында 12 томдық жинақ пайда болыпты, соның 8 томдық жарыққа шықты деді. Қалғаны сол типографияда, яғни версткада, өндіріс барысында деді. Миллиондаған жаңа бір ақпарат пайда болған. Осы жұмысқа бір қысқа нұсқа рұқсат берілген деңгейде айтып өтсең. Енді президенттің жарлығымен саяси қуғын сүргін құрбандарын толық ақтау жөніндегі мемлекеттік комиссия құрылды 20 жылдың соңында. Одан кейін аймақтық деңгейде облыстық көлемде 21 жылы біздің Маңғыстау облысында да құрылды, өңірлік комиссия болып. Бірақ енді ол кезеңдер бір ковидтің кезі ғой енді. Жұмыс жасауға көп кедергілер болды. Сол 21 жылдың аяғынан бастап біздер өзім жеке қолға алып соны комиссияның жұмысын жобалық офис ашып, ішкі саясат басқармасына бағынатын. Сол жерге комиссия құрамын адамдарын жұмысшы топтарын құрып, жалпы зерттеумен айналысып бастап кеттік. 22-23 біз толыққанды жұмыс жасадық деп айтуға болады. Енді зерттеу тақырыбының аясы түрлі бағыттарға бөлінген. Біздер 7 топ болып жұмыс жасадық. Біріншісі жалпы Маңғыстаудағы саяси қуғын сүргіннің басқа аймақтардан ерекшеліктерін зерттейтін топ. Екінші совет билігіне қарсы көтерілістерді зерттеу тобы. Үшіншісі мына орысша айтқанда беженецтер дейді. Маңғыстау өңірінен босқындарды Маңғыстау өңірінен кеткен адамдардың тарихын зерттеу. Одан кейін ұжымдастыру кезінде саяси қуғын сүргін құрбаны болған адамдар, бай кулактар дейтін топ бар, және Түркістан легионы, алаш қайраткерлері және дін өкілдерін зерттейтін сондай топтар болып бөлініп жұмыс жасадық. Мен енді өзім жалпы 22 жыл сол жобалық офисті басқардым. Жұмыс аяғына тұрып кеткенше, сосын 23 жылы апрель айында басқа сол комиссия мүшесіне тапсырдым да өзім
тек қана жұмысшы топтың құрамында қалдым сарапшы болып. Менің зерттеген, енді өзімнің көп зерттеген тақырыбым бұл адай көтерілістер тақырыбы. Ол жөнінде енді көптеген әңгімелер айтуға болады. Тың деректер шықты. Бұрын білмеген, бұрын мысалға енді адай көтеріліс туралы жалпы ғылыми айналымға енбеген. Бұрын кім Ізтұрған Сариев дейтін бұрынғы сол ішкі істер органының қызметкері ұлттық қауіпсіздік комитетіндегі сводка дейді ғой, сводкалар. Солардың негізінде жасаған адай көтеріліс туралы кітабы бар. Бірақ ол енді ішіне толық бойлай алмаған кітап. Көп дерек берген сводкалар негізінде. Бірақ терең бойлай алмаған. Менің бұл тақырыпта, бұл комиссияның мүшесінде жүріп, сол адай көтерілісіне терең бойлай білдім. Оның себебін айтайын. Мысалға, Маңғыстау қазіргі облысының аумағындағы адай көтерілісінің 60-ға жуық, 60 томдық қылмыстық іс бар. Оған 31 жылдан бастап бірде-бір адамның қолы тимеген архивте. Тың ақпарат дейсің ғой. Ешкімнің қолы тимеген, зерттелмеген. Оны мен марқұм Талас Омарбеков дейтін кісіден естідім. Сондай көп том бар, сен бала барып қара деді маған. Мен кезінде қолым жетпеді. Сол енді сол кісінің бір аманат есебінде болды. Мен соны іздеп, сол тауып архивтен Алматыдан толық 2 жыл отырып зерттедім. Бұл тек қана Маңғыстау облысының көлеміндегі азаматтарға қатысты. Одан бөлек Жылой өңіріндегі адай көтерілісіне қатысқан азаматтардың 10 томдығы бар. Дәл сондай Табын ауданын деп айтылады. Ол кезде қазіргі Байғанин мен Бейнеу ауданының қосылған аудан. Ақтөбе мен Маңғыстаудың біріккен. Қазіргі Бейнеу ауданы мен Байғанин ауданының Ақтөбе облысы мен Маңғыстау облысы. Біріккен, сол кезде Табын аудан дейтін аудан болған. Енді ол жерде 25 ауыл болған. 25 ауылдың 19-ы адай руы, 5-еуі Табын руы, 1-еуі Әлім руынан. Сол Табын ауданындағы көтерілістің өзі де 10 том. Бұлар топтасып барып тергеген қылмыстық істер. Одан бөлек жеке дара көтеріліс біткеннен кейін ұсталған, жалғыз ұсталған, 2 адам ұсталған істер бар. Енді олардың шеті жоқ. Мыналар көтеріліс кезінде, қысу кезінде ұсталған адамдарды, мыналар кейіннен қашып жүріп ұсталады ғой. Бір Өзбекстанға өтіп кетіп, қайтып келіп ұсталып қалады деген сияқты. Олардың енді шеті жоқ. Ол бір мен өзім көзіммен көргені бір 100-дей адамның сол делосын көрдім. Біздерде қазір сол енді адай көтерілісінің жалпы бір үлкен картинасы бар. Ал енді адай көтерілісі деп жатырмыз. Бұл оқиғаны, көтерілістерді зерттеу дейміз бе, архив ақтару, идея қайдан келді, немесе қалай бастап алды? Бұл енді адай көтерілісі жалпы бұрыннан да зерттеліп жүр. Осы жолы президенттің жарлығы шықты, жаңағы репрессия құрбандарын ақтау туралы комиссия құру туралы. Сол комиссияның аясында біз жұмыс тобын құрып, соған бір неге көтерілісшілер болды, бір тақырыбы. Сол көтеріліс зерттеу. Соның аясында зерттеп бастадық. Енді өзім енді әуелден де сол бір қызығатын тақырыбым. Бұл жұмыс тобының ішінде кімдер болды? Жұмыс тобында осы Маңғыстауға белгілі өлкетанушылар, тарихшылар, архившілер, архив қызметкерлері бар, заңгерлер бар, белсенді азаматтар бар. Солай акиматтың шешімімен, өкімімен құрылды ғой. Сол жинады, солар соның аясында біздер жұмыс топтарына бөлініп зерттеу жұмыстарын жасадық. Сол біраз құжат осы орталық облыстық архивтен де табылды. Облыстық архивте де біраз мәлімет бар, иә. Жүр ендеше кіріп қарайық. Адай көтерілісінің тұңғыш картасы, мынаны дейтін біз осы комиссияның негізінде аша бер адай. Авторы мен, сосын Арман Нұрғазиев дейтін азамат бар, Нұрлан Құлбаев дейтін азамат бар. Нұржігіт, мына жерде бір оқиға болған жерлер, көтеріліс болған жерлер бейнеленген екен. Қысқа танкілер бар мына жерде. Қысқа нұсқа бір сипаттама айтып. Енді бұл 31 жылғы адай көтерілісінің картасы тұңғыш рет жасалды.
бұрын болған жоқ бұндай карта. Бізде тіпті мына топокартаның біріккен түрі жоқ ең аз біздің Маңғыстауда. Біз соны біріктірдік ең бірінші. Мына бәрі кусок карталар ғой, бөлік. Содан бір тұтас карта шығарып, содан кейін бетіне оқиғаларды салдық. Бұнда да бір 60% әлі де енгізілетін оның ішінде. Одан кейін табылғандарда деректер бар. Енді анау басы даталармен көрсетілген әрқайсының. Мысалға анау Жылой жеріндегі Боқмаш Шоланұлы бастаған көтеріліс. Негізгі ошақтар, иә? Мына жерде. Бері қарай келе жатыр. Мынау үстірт. Мынау үстірттің үсті. Негізгі ошақ, мынау сам мына жерде. Негізгі ошақ осы жерде болған. Мынау жаңағы Қараған Босаға дейтін ірі көтеріліс болған Мырзалы ханның өлетіне 24-25 июнь 31 жыл осы жерде ОГПУ-дың жазалаушы отрядымен біздің Мырзалы ханның әскері кездеседі. Бұл қай жерлер? Бұл Сенектің арғы жағы? Қараған Босаға дейтін Сенектің арғы жағында неге қырға шығып кететін жол. Бұл карта қай жылдардың картасы жалпы? Мынау топо карта ма? Иә. Топо карта өзі қазір соңғы мәліметтер, мынау 2000 жылдар жасалған. Бетінде мына біздің қойған данныйлар, ол 31 жылдың мәліметтері. Бакудан келген жаңағы Сумбатов Таперидзе басқарған бірінші отряд 100 қылыш дейді. Бұл жазалаушы отряд па? Иә, бұл келіп тұр теңізбен Бакуден мінекей. Шматков басқарған, Ефименко басқарған отрядтар осы. Олар негізінен порттың айналасында жүрген. Форт Александровскға келді. Мына Қошақ дей ма? Осы неде Бозаштың айналасында жүрген. Фортты біздер енді көтерілісшілер бір күн басып алған ғой, 23 июнь күні. Бір күндей басып тұрған. Оны Жармағанбет, Қарабатыр, Досат дейтін хандардың күшімен, несімен, басшыларымен. Сосын мына жерде біздің Адай түркмен көтерілісі бар. Бұл жерде де Адайлар барғаннан кейін түркмендер олар да көтеріліп Жаумыт тайпасы сол бірге соғысады. Бұларды да енді үлкен қанды соғыс болған, самолетпен келіп бомбалаған, танкетка дейді ғой, мына танкмен. Танкеткілер болған болса? Иә, мынаның бәрін Ташкенттен келген мыналар. Сөйтіп бұларды да ең соңында бәрін басатты. Дәрментай Бекес дейтін қазақтан шыққан бай хан болған бұл жерде. Сол түркмендерден Али Ахун дейтін хан болған. В общем, бірнеше бас көтерген. Иә, Мұстафа Шоқаймен байланысты болған бұлар. Даже олардан жаңағы Мұстафаның нұсқаулығын алған жазбаша. Соны ауыр артиллерия қолданылған ғой? Қолданылған. Бұл мыналарында бәрінде сол самолетпен бомбалаған ғой. Бәрінде сөйтіп жеңген ғой. Мына жерде сосын Қоңыратқа кетеді. Түгел Айбөгірден ары қарай негіз күш осы жерде болады. Сосын кейіннен осы көтерілісшілер Қоңырат түркменнің жеріне өтіп кетеді ғой. Сөйтіп ар жағы Түркияға, Иранға, енді ауғанға. Негізінен сол Өзбекстан, Түркменстанның жерінде қалады негізінен. Ал негізгі жаңағы шоғырланған дейміз бе? Ошақ саны көп болған. Міне осы жерде 25 мың түтінге дейін барған олар. Негізгі анау неден Жылойдан, Ойылдан, Табын ауданы, қазір Байғанин ауданының территориясынан, мынау Самның үстінде, Самда да негізгі ошақтың бірі болған. Осы жерге келіп бәрі жиналған. Маңғыстаудың ойынан шыққан былай қарай қырға. Сосын қайттан жиналып, бәрі бірігіп қайттан фортқа шабуыл жасаған. 3 рет шабуыл жасаған фортқа. Сосын әр жерде мынандай әртүрлі қақтығыстар болып отырған, бірақ енді ішінде ең ірісі осы Қараған Босағадағы шайқас. Мына жерде енді көрнекілік үшін ат қойған шығарсыздар, бірақ негізден жаяу болды ма? Жоқ, бәрі де жаяу көтеріліс болған жоқ. Бәрі де аттың үстінде, түйенің үстінде. Негізінен түйені қолданған. Түйе? Иә, көпшілігі. Ат пен түйе. Аттың жалында, түйенің қолында. Бірақ қару-жарақ жағы енді әлсіз болды. Қару болғанмен оқ дәрі жетіспеді. Оқ дәрі жетіспеді. Мысалға мына Түркменстанның территориясындағыларда бұларда қару-жарақ болды. Бұлар Иранға барып, кәдімгі барып оқ дәрісін әкеліп отырған. Біздерге мына үстінде қазақтарға ондай көмек жете алмаған. Жеткізбеген ғой. Жан-жақтан қоршап тастады, бәрін қызыл отряд. Байланыс жоқ еш жермен. Кейбір деректерде жаңа шөл далаға қарай қашып кетіп отырған дейді. Осы ғой енді үстірттің үсті мынаған жаңағы жазалаушы отрядтар ұстай алмайды деп
шөл даланы үстірттің үстін мекендеген ғой. Су жоқ қой, тек құдықтар. Сол құдықтардың айналасы мекендеген. Керемет. Бұл өте үлкен еңбек екен. Иә, үлкен еңбек. Бұл карта керемет салым. 1 жылдай жасалды дейміз. Қазіргі таңда бұны бір цифрлық форматта бір жерде көруге бола ма? Сол репрессияның сайты бар арнайы. Сол сайтқа орналастырдық, және мына несі бар, штрих коды. Кез келген жерде осы штрих кодпен кірсеңдер, сол сайтқа түсесіңдер. Байқадым, e-memory/map дегенде танысуға болады екен. Бұл хандардың, көтеріліс басшыларының аты жөндері, мынау жазалаушылардың аты жөндері. Енді мынау хандар көп, бұдан да көп, біз енді сыйғанша жазғанбыз. Одан кейін табылған да мәліметтер бар. Мысалы, кім мына жерде? Беланог, мысалға, ең ішіндегі бір ірі тұлғаның біреуі. Фетисов дейтін кісі, мысалы, қараған босағада оққа ұшқан, бұл Огупудың осында маңшылақтағы басшысы болған, бөлім басшысы. Осы біздегі анау Фетисов деген елді мекендердің аты ауысты ма, қазір ауысқан жоқ па? Жоқ, Фетисов дейтін ел жоқ, бірақ енді әлі бірақ картада тұр ғой. Картада тұр, иә. Мостовой дейтін қызыл әскердің басқарған отрядын Сам жерінде талқандаған бұны көтерілісшілер. Осы Ойсырай жегілген адамның біреуі осы. Түркмен СССР қызыл әскері дейді. Ол анау, иә. Енді Шағадан, Красноярск жақтағы нәрсе. Ал енді Нұржігіт, біз Адай көтерілісі туралы, жалпы Маңғыстаудың тарихы туралы аннан-мұннан естіп жүрген шала-шарпы әңгімелеріміз бар. Кейбіреуін ұмытып қаламыз, білмей жатамыз. Мынау Тобанияз Әлниязұлы деген атамыздың ескерткішінің жанында жүрміз. Бұл кісінің Адай көтерілісіне қандай қатысы бар? Енді Тобанияз Әлниязұлы дейтін бұл Маңғыстау тарихындағы ең бір сол 20 ғасырдың басында көрнекті тұлға деп айтуға болады. Жалпы басында кеңес үкіметінің орнауына осы кісінің үлкен беделі әсер еткен, және сол 18-ші жылы Ревкомның төрағасы болып сайланған Маңғыстау халқына. Енді оны бұқара халық хан деп есеп жасаған, Тобанияз хан деп. Яғни бұл кісінің айтқан сөзі заң, барлық жағы бай бағыланда, кедей кепшікті, тентек қарақшыда кім болса да осы кісінің сөзіне тоқтаған ол кезде, бағынған. Сондай, бірақ кейіннен енді ол Совет үкіметінің саясатының теріс жақтарын көріп, өзінің ойын өзгертіп, жалпы бұл кеңес үкіметінің коммунизмді осы біздің көшпелі халықтың өмір салтына, дәстүріне ыңғайлап сондай концепция жасаған адам. Бірақ оны жоғарыдан қабылдамай, сол кейіннен өзін қудалап, 29 жыл қамауға алып, 70 адаммен бірге 31 жылы сол Алматыда ату жазасына кескен. Ал Адай көтерілісінің бұл кісімен тікелей байланысы бар. Яғни алғашқы сол көтерілістің бастауында осы кісінің ықпалы жатыр. Енді өзі қамалып кеткенмен кейіннен ізбасарлары сол ісін жалғастырған. Тағдыры қиын, өмір сүрген уақыты қиын. Яғни айтқанда бүгінгі Маңғыстаудың Маңғыстау болып қалуына тікелей еңбек сіңірген кісі. Үлкен еңбегі бар. Маңғыстаудың Қазақстанға қосылуына осы кісі себепкер болған. Яғни біз оған дейін 50 жылдай басқа мемлекеттерге бағындық, Тбилисиге бағындық, Ашхабадқа бағындық, Закавказье болды. Содан бөліп алып Маңғыстауды Қазақ ССР-іне қосқан осы Тобекең. Енді ол еңбегі былай айтқанда республикалық деңгейдегі үлкен қайраткерлік. Комиссия жұмыс жасап тұрған сәтте жалпы архив материалдарының жинақтары шықты. Ол енді Қарин мырзаның айтып отқан, ол биылғы 12 том болар, биыл шығатын. Ал жалпы 63 томға дейін шықты. Әр өңірден бір кітаптан, екі кітаптан біздер соған сол 63 томның ішінде 16 томын Маңғыстау облысына қатысты. Негізінен сол ол жерде біздің сол 20-шы жылдар, 30-шы жылдары Маңғыстаудағы
халықтың ахуалы туралы құжаттар төте жазумен жазылған. Соны біз Нияз Тоғыш дейтін ағамыз бар, аудармашы, Нұрлан Құлбай бар, кириллицаға аударып, соны біз кітапқа оқырманға жеңіл болсын деп кітапқа енгіздік. Яғни ол жерде көптеген тарих бар. Қазір кез келген адамға, оқырманға қолжетімді. Яғни 16-шы том Маңғыстаудың тарихына бар. Кітаптар көп шықты. 63 томға дейін шықты. Жинақ болды. Сода тек бір том бізге. Неше беттік ол? Енді қазір бет анық есімде жоқ, бір 230-250 бет болар. Оны көпшілік оқи ала ма? Біз қайдан қарасақ болады? Оны кітапханалардың барлығында бар. Содан кейін сайттарда бар. Мемлекеттік қуғын-сүргін сайты бар, арнайы, сонда да бар. Оқуға болады, табуға. Рахмет. Енді жаңа бір сөзіңді айтып қалдың бастаған кезде. Қуғын-сүргін, саяси қуғын-сүргін құрбандарының Маңғыстаудағы ерекшелігі деп. Ол қандай ерекшелік? Ерекшелік әр өңірдің өзінің ерекшелігі болады. Мысалы, Орал облысындағы саяси қуғын-сүргіннің, Маңғыстаудағы, я болмаса Шығыс Қазақстан, оның әрқайсының жергілікті өзінің халқының менталитетіне, тұрған географиясына қарай ерекшеліктер болады. Мысалға, бізде Маңғыстау өңіріндегі қуғын-сүргіннің бір ерекшелігін айтуға болады. 28 жылы конфискация туралы жарлық шықты. Сол кезде үкімет сол қаулыны қабылдаған кезде тәркілеуден адайларды алып тастады. Яғни адайдың байларына конфиске жүрмеген. 28 жылы адайлардың байларын конфискелемейміз. Бір, екіншісі Сырдария облысы, ол кезде қазіргі Қызылорда, оңтүстік Шымкент, Түркістан облыстарының біріккен тұсындағы кедей ауылдар бар, сол балықшылар бар, нелер бар, солар, сосын Қарақалпақстан АССР, автономиялық СССР бізге қарады ол кезде. Сол 3 округты 28 жыл конфискелемейміз деді. Ал 28 жылы басқа өңірлерде конфискация басталып кетті. Маңғыстауда ондай болған жоқ. Маңғыстауда болған жоқ, бірақ дәл солай Жылойда болды. Жылойда конфиске болды? Болды. Бір ел ғой енді көшіп-қон, сол адай халқы бәрі көшіп-қон, біреу қыстаққа кетеді, біреу неге кетеді. Сонда енді бізде конфискация Маңғыстауда басқа өңірлерге қарағанда 30 жылы басталды. 30 жылы. Онда да біз 28 жылы қоянның жұты деген атақты жұт болды. Маңғыстаудың 80% малы қырылып қалған. Содан кейін келіп конфискация жасауға келгенде біздің байлардан тіпті тәркілейтін ештеңе қалмаған. Мына үйінің тұрмыстық мүліктерін, киізін, сандығын, жаңағындай киімін деген сияқты нәрселер тәркілеп кеткен. Соған дейін барған енді. Мал алатын мал. Ол конфискенің кешеуілдеуі немесе тоқтауы неліктен ондай шешім қабылданған? Енді ол кездегі шешім не үшін шыққанын біз білмейміз әрине. Бірақ тарихи факт солай дейсің ғой. Маңғыстау біріншіден сол кезде толық көшпенді халық болды. Мүмкін сол фактор болуы мүмкін. Екінші, жаңағы айтады ғой, кішкене басбұзарлау халық қой енді, соған да сақтанған болар. Яғни Совет үкіметінің жаңағы барып кел, шауып келіне немесе тәртібіне дереу бойсына қоймаған халық қой енді. Қауіптенген болу керек. Ал енді жаңағы адай көтерілісі деп жатырмыз. Біздің білетініміз сол Иса Досан көтерілісі. Осы жерден бір әңгімені тарқата отырсаң. Жалпы енді 31 жылғы адай көтерілісі ол 1870 жылғы Иса Досан көтерілісі ғой, оны адай көтерілісі деп айтылады. Ол бірінші адай көтерілісі. Ал 1931 жылғы адай көтерілісі ол екінші адай көтерілісі. Жалпы арасында байланыс бар. Енді бұл көтерілістің енді шығу тарихына ар жақтан түбінен үңілу керек. Неге олай болды? Жалпы адай көтерілісінен бұрын қазақ жерінде 300-дей көтеріліс болды. Жаңағы айтып отқан 29-30 жылдары. Себебі жаңа конфискацияға қарсы шықты халық. Шұбартау көтерілісі, мысалға Қарағым көтерілісі Қызылордадағы. Колхоздастыруға қарсы. Ақмырза Ишанның Торғай көтерілісі бар.
мына оңтүстікте созақ көтерілісі бар. Сондай ірілі ұсақты көтерілістер болды, бірақ ең ішінде ауқымдысы, ең ірісі ол адай көтерілісі. Территориясы жағынан да, адам саны жағынан да. Және бұл КСРО тарихындағы КСРО билігіне қарсы шыққан ең ірі көтеріліс деп есептеуге болады. Бүткіл СССР-дың көлемінде. Ол тіпті адам саны бойынша оған Жөнейттің де қозғалысының саны жетпейді. Атақты Жөнейт хан бар ғой, түркмен. Қанша сонда? Енді нақты тарихи дерек көтеріліс аяқталған сәтте Белоногов дейтін ОГПУ-дың офицерінің доклады бар. Тамыз айында, енді тамыз айы бұл көтерілістің уже басылып, ірі тұлғалар ұсталып, соңғы демі қалған кез. Үстіртте дейді, 15 мыңдай түтін бар дейді. Совет үкіметіне қарсы көтерілісшілер. Ол ұсталып болғаннан кейінгісі. Енді мен өзім соны зерттеп, архив құжаттарынан қарап салыстырғанда, жалпы пик дейді ғой, 25 мыңға түтінге дейін барған. Яғни нақтылай кетейік. Түтін дегеніміз ол адам басы емес, ол семья, отбасы, семья. Яғни бір отбасында 5 адам деп есептегенде ол санды тағы да 5-ке көбейтеміз деген сөз ғой. Көтерілістің көлемі сондай. Территориясы қазіргі Жылой ауданының толық территориясы, Доссор жері, Ойыл, Байғанин ауданы, Күллі Маңғыстау, Үстірттің үсті, Қоңыратқа дейін, арғы шеті Шағадам, түркменнің жері. Бұл жерде біз түркмендермен бірігіп көтеріліске шықтық. Ауқымы сондай болған. Негізгі ядро Үстіртте болған. Негізгі ядро Үстіртте, е? Басшылары, лидерлері кімдер болған? Енді лидер деген ол жерде көп. Былай айтқанда, әр ру өзіне басшысына бағынған. Әр рудың басшысы ортақ бір ханға бағынған. Ортақ ханға, мысалға, Жылой өңірінде көтерілісте Боқмаш Шоланов деген кісіні сайлайды. Енді ол көп уақыт болмайды, ол кісінің көтеріліс бір айдың көлемінде. Мың үй құрылған дейтін атақты Жылойда жер бар, сол жерде ұсталып, ол көтеріліс басылады. Одан кейінгі көтерілісте жалғасқан жер Үстірттегі көтерілісте Мырзалы ханды ортақ хан қылып сайлайды. Мырзалы ханмен бірдей дәрежеде, бірақ оған бағынысты күйде тағы да 20 шақты хан болған. Одан бөлек әр рудың өзінің басшысы, жүзбасылар болған. Енді лидерлер жалпы көрнектілер деп айтуға болады, бір 100-ге жақындайды адам. Ал енді бізде әсіресе Маңғыстау халқының көпшілігі Түркменстанға, одан әрі қарай Түркияға, сосын әсіресе Иранға қарай ауып кеткен біздің руларымыз бар, тұтас ауылдар бар. Оның ішінде мысалға біз жақсы білетін Маңғыстаудың алғашқы геологы деп, алғашқы ғалымдарының бірі деп атайтын Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы деген үлкен тұлғамыз, шалымыз бар. Енді жағы Үстіртте қалған, ең соңында қалған 15 мың түтіннің жағдайы қалай болды? Олардың сол көпшілігі босып кетті ме сонда? Олардың 3-тен 1-і кейін қайтты деп есеп жасауға болады. Қалғандары ауып кетті. Яғни колхоздастырылды, Совет үкіметіне бас иді. Совет үкіметінің келген үгітшілеріне еріп, қайтадан өздерінің қонысына келіп, Маңғыстауға, Жылойға деген сияқты, болмаса Байғанинге, Табын ауданына қайтып келген бір 3-тен 1-і. Ал негізгі бөлігі Түркменстан, Өзбекстан, Иран жеріне ауып кетті. Енді жаңағы сұрақтан сұрақ шығып кетті, бірінші сұрағыңа жауап берілмей қалды толық. Жалпы ары қарай тарихына үңілу керек деген. Біздер енді бұл жерде адай көтеріліс деген жерде бір рудың аты айтылып тұр. Расында да 31 жылы көтерілістің негізгі руы адай. Адай руы. Енді ішінде бар, лидерлері бар, бірен-саран, мысалы басқа рудан, табындардан бар, беріштерден бар деген сияқты. Бірақ 99% адай руы болғандықтан оны адай көтеріліс деп айтты. Біздер жалпы адай жұрты
Ресей империясына 1848 жылы ресми бодан болып тіркелдік. Есебіне алындық олардың. Бізді 1848 жылға дейін олар бағындыра алған жоқ. 1848 жылы номиналды түрде бірақ бағындырды. Өздерінің сайланбалы тағайындалатын әкімін қойды арамызда. Мысалға біздің ең бірінші әкіміміз Есенжан Абызұлы деген кісі Маңғыстау өңірінде алғашқы құрылған сол үкіметтік Ресей империясына бағынысты әкімшілік аумақтың басшысы. Болыс деп атала ма әлде? Жоқ, олар кәдімгі сол кездегі Губернатор ма? Губернатор. Ауылнай ма? Губернатор іспеттес болып есептеледі. Содан кейін олар бұл адайларды екіге бөліп басқармаса қиын екен түсініп, жоғарғы адай, төменгі адай деп екіге бөліп. Біреуіне Байманбет Маяевті, біреуіне Ғафур Халбинді жаңағы дистанция бастығы деп сайлады. Харунжи деген содан шыққан. Харунжи деген ол үкіметтің жаңағы патшаның беретін несі атағы, наградасы сияқты. Енді сол кісілер 1848-ден бастап 1869 жылға дейін Ресейге бағынып отырдық. Урал губернаторлық округінің айналасында. Бірақ ол номинал түрде болды тек қана. Негізі халық баяғы өзінің көші-қонымен, ауылының ақсақалымен жүрді де жаңағы билерге бір салық жөнінен, не жөнінен бағынып отырды. Былай айтқанда тәуелсіз ел болды. Bir жағынан Хиуа хандығы, оларға зекет төлейтін тараптар да болды, бірақ олар да күнделік тұрмыста Хиуа хандығына қатты бағынышты болған жоқ. Сөйтіп 1869 жылы жаңа низам дейтін шығады. Онда да соңғы 2 жылдың салығын бірдей өндіру деген мәселе көтеріліп, 1870 жылы жаңа айтып отқан Иса Досан көтеріліс басталды. Ресей империясына Иса Досан бастаған, батырлар бастаған адай көтерілісі 20 мыңдай түтін қатысқан. Оғанда ол шаншылып, жеңіліп басылғаннан кейін сол 1870 жыл бізді былай айтқанда жалпы қазақтан бөліп алды да Кавказдағы әскери бекініс гарнизон, Закавказье деп айтады. Біз 1870 жылдан 1881 жылға дейін 1899 жылға дейін сол Тбилисиге бағындық. Бізді жалпы қазақтан бөліп тастады. Содан кейін 1881 жыл бізді уез қылып құрды өз алдымызға, Маңғыстау уезін. 1899 жыл Тбилисиден алып, Түркістан, бұл кезде уже орыстар, Ресей империясы Орта Азияны толық бағындырды. Қоқан хандығын, Бұқар хандығын, сосын жаңағы Хиуа хандығын толық бағындырғаннан кейін Түркістан генерал-губернаторлық дейтін үлкен әкімшілік бөлініс құрды да, орталық Ташкентте болды. Қазіргі Түркмен елі Түркменстан. Бір облыс есебінде Закаспий облысы болып, соның құрамында болды. Біз сол Закаспий облысының құрамында Маңғыстау уезі болып Ашхабадқа бағындық. 1920 енді 18 жыл Әліби Жангелдин келді. Нені құрды, енді Союз кеңес билігі келді. 20 жылы Тобанияз Ниязұлының үлкен еңбегімен біздер қазақ, ол кезде Қырғыз ССР деп құрылды. 20 жыл қаңтарда Қырғыз ССР-ның құрамына қазіргі Маңғыстаудың территориясы, Маңғыстау уезі толықтай қайтарылып қазаққа қосылды. 50 жылдан кейін. 50 жылдан кейін біз жалпы қазаққа қайттан қосылдық. Оған дейін бүткіл тарихымыз сыртта біздің. Тбилисиде, Ашхабадта. 1881-ден бастап қана тек Алматыдан табуға болады. Және Орынборда. Ойыңның желісін, ойыңда сақтап отыр, сөзіңнің желісін. Жедел сұрақ. Архив ақтаруда Ашхабадқа, Тбилисиге бардыңыздар ма, немесе сол жақта ақпарат алдыңыздар ма? Тбилисиге жалпы мен барған жоқпын, бірақ Сұлтанбек пен Нұрлан барып келді. Яғни Сұлтанбек көрермендер Сұлтанбек Құдайберген біздің Маңғыстаудың азаматы, өлкетанушы, мәдениеттанушы, этнограф, мықты бірталай көптеген кітаптардың авторы, зерттеуші. Сол азамат барып Тбилисидің архивін қарап келді. Сосын Нұрлан Құлбай, Маңғыстаудың үздік өлкетанушы атағы бар. Мына араб әріптерін танушысы деп айтыла ма, эпиграфист.
сол жігіттер зерттеп келді. Ашхабадқа біздер ешқайсымыз бара алмай жүрміз әлі. Ол енді жабық мемлекет қой, өте қиын. Ол өте қиын. Енді солай келе жаңағы бір айтады ғой, жалпы қазақ үкіметінен бөлек жүріп бізде басқаша бір менталитет, басқаша пайда болған, қалыптасқан сияқты. Иә, бастығымыз жаңа айтқан түрікмен, я болмаса грузин, я болмаса орыс. Сол бір қарсылық, ішкі қарсылық менталитеті қалыптасқан сияқты деп ойлаймын енді өзім. Сол Тобанияз атамыздың үлкен еңбегінің арқасында қазақ еліне қайта қосылып, бірақ 20-шы жылы қосылғанмен 22-ші жылы Тобаниязды өзіміздің сол ішкі ауылдастардың тарапынан және орталықтан келген өкілдердің тарапынан Тобанияздың жұмыс істеу стилі ұнамай, үстінен қайта арыз түсіріп, оны қамауға алдырады 22-ші жылы. Огуп өзіне түседі былай қараған. Қамаудан бірақ енді сол Адайдың игі жақсылары 1000-ға жуық адам қол қойып, Керсекке арыз жазып босатпасаңыздар, біз Совет үкіметіне бағынбаймыз, бізге тек Тобанияз керек деген бағытта. Бұл буржуазиялық топ. Ультиматум қояды дейсің ғой. Буржуазиялық топ сол кездегі, ол кезде билік, екі билік болған. Тобанияз енді дала әкімшісі былай қараған. Бүткіл сол кездегі даладағы халық Тобаниязға бағынған. Байы да, биі де, молдасы да, қарақшысы да, кім келсе де оның сөзіне тоқтаған. Бұл енді хан деп есеп жасаған олар. Екінші билік партия. Бұлар Форт-Шевченкоде отырған. Ол жерде саяси билік. Оқыған, тоқыған топ. Бірақ олардың Тобанияздай сөз жүрмейді. Оған дәлел сол 20-шы жылдан 29-шы жылға дейін Адай даласында 60-қа жуық Совет үкіметіне партияға қарсы қақтығыс, көтеріліс болған. Ол қандай көтерілістер? Жаңағы салық жинаушы келеді, я өлтіріп тастайды, я сабап жібереді, қалай болғанда үкіметке бағынбайды. Я болмаса тіпті құжаттар бар, біздің ауылға Тобаниязға хат жазады, мысалы сен бір Шоңай ауылының басшысың ба, Тобеке бәленше дейтін салық агенті келіп отыр ауылыма. Не істейін? Түген жылдың салығын төле деп. Қандай не бересіз? Рекомендация. Пәрмен бересіз. Басын алың деген жауабы бар. Солай бағынбаған. Үкіметке бағынбаған. Салық жағынан да. Енді ол, әрине ол орталыққа ұнамайды. Ондай билігі бар адам. Ал Тобанияздың стратегиясы ол ана көшпелі халықты сол күйінде қалдырып, бұрынғы ата дәстүрін ұстанған салт дәстүрімен сақтап қалып барып, коммунистік идеологиямен біріктіру. Ол жөнінде олардың жасаған баяндамалары да, құжаттар. Яғни өзінің бір кәдімгідей даму стратегиясы болған болды ғой. Үлкен стратегия жасаған бұлар. Оны және оққан Керсектің несінде, съезінде партияның баяндама жасаған. Қалай біз мына көшпелі халықты отырықшыландырмай басқарамыз. Егер отырықшылыққа отырғызсақ, халық қолындағы барынан, малынан айырылады да жағдай нашарлайды деген мәселе ғой. Яғни біртіндеп өзінің этапымен, жолымен жеткізейін деген ғой. Сосын ол кеңес билігінің үлкен қателігі, бұлар бірден дәстүрге, салтқа, дінге қол салды. Мысалға құн дейтін болды бізде. Бір адамды өлтіріп алса, ердің құны, жердің құны. Баяғы Тәуке ханның кезінен келатқан енді жолдарымыз, Есім хан, Қасым ханнан қалған. Соны жасағысы келсе, үкімет, қызыл билік рұқсат бермейді. Ол анау бұрыннан келе жатқан жағындай батыр халық, ол ала алмайды кегін. Я кегін ала алмайды, я құнын ала алмайды. Ол ішінен кектенеді, үкіметке қарсы шығады. Ондай сондай үлкен тұлғаның бірі Тоқабай Құрмаш мысалға. 8 жыл кеңес билігіне қарсы күресті. 8 жыл. Енді осы жерден Тобанияздан басталады мәселенің бәрі. Тобанияз жалпы елді өзінің бұрынғы ұсталып келатқан жолымен, дінімен басқаруды көздейді, бірақ жұмыстан алып тастайды. 22-ші жыл түрмеден босатады. Оған енді Қаратаевтар, Бақытжан, олардың да ықпалы болады. Әлібей, Жангелдин,
сол кездегі бір белгілі адамдар ғой енді, солардың ықпалымен босап шығады, бірақ оған қарапайым баяғы ревком емес, салық агенті дейтін қызмет береді. Оны ол жасамайды, бірақ үйінде отырып малын бағып отырып елді басқарады. Бір жағынан үкімет бар, бір жағынан Тоғанияздың билігі бар. Сонымен жаппай халық Тоғанияздың жағында. Бұлар енді әлниязовшылар дейтін бір сондай топқа айналады. Әлниязовшылар дейді. Негізгі ядросы ахун ишандар. Ол кезде халық сол дін иелерін қатты құрметтеген және олардың сөзін қайтармаған. Айтты ма, пәтуа шығарды ма, бағынған. Енді бір біздің зерттеу кезіндегі бір үлкен сенсациямыз осы. Бұрын айтылады, бұл дейтін ар жағында молдалар бастаған деген көтерілісті. Бірақ құжат жүзінде ешқандай дәлел жоқ еді. Осы зерттеу барысында біздер соны құжат жүзінде таптық. Адай көтерілісінің, жалпы көтерілістің барлығының ар жағында негізінен сол дін иелері тұр. Себебі олар көсемдер. Бұл қай кісілер екенін айтуға бола ма? Болады. Енді 27-ші жылы Адай ахун ишандарының, жалпы Адай емес, жалпы сол Жылой Маңғыстау өңіріндегі ахун ишандардың бірінші съезі өткен. Оны Қараш руынан Досан ахун Мәуленбердиев деген кісі бастаған. Бұл кісі өте білімді, Алашорданың мүшесі, ол тек қана діни қайраткер емес, қоғам қайраткері, сондай тұлға болған. Және беделді күшті болған. Халық оны тыңдаған. Сол кісі қасында өзінің енді орынбасар деп айтуға болады, Бегей Қошмағамбет ишан дейтін кісімен Жылой жерінде көктем айында бірінші съезд жасайды. Съезде айтылған негізгі мәселе, бірінші біздің мына үкімет дінімізге қол соғып жатыр. Біз қалай ислам дінін сақтап қаламыз? Екіншіден, қажылыққа рұқсат бермейді. Қажылыққа біз адамдарымыз қалай жібереміз? Үшіншіден, тұрмысымызға араласып жатыр. Егер біздің алдымыздағы малымызды тартып алса, дінімізге қол салса, біз Совет үкіметіне қарсы көтерілеміз. Оған осындай дайындықтар болу керек дейді, қаулы қабылдайды. Мысалға, әр бай, жаңағы съезде байлар да болған, ахун ишандар бастаған, қатысқандар байлар. Әр бай өзінің ауылынан мысалға 2 үйден 1 сарбаз шығару керек. 2 үйден 1 сарбаз, оның ат көлігі, қаруы, тамағы сол байдың мойнында деген сияқты қаулы қабылдайды. Демеушілікпен айналысқан ғой. Спонсорство. Дайындық жұмыстар жүрген 27-ші жыл бұл әлі. Манағы айтқан конфискацияның да қаулысы шықпаған кез. Олар енді алдын ала саясатты қалай, заманның қалай кетіп бара жатқан сезген ғой. Сондай енді. Сөйтіп енді содан кейінгі съез 30-шы жылы Мырзайыр Басқұдықта болады, Маңғыстаудың ойында. Досан ахунның бастамасымен қасында Бегей Қошмағамбет келіп, сол жерде енді бұлар негізінен қырдың адайлары, бұлар ойға келеді. Ойдың адайларына ол жердегі съезде президиум сайлаған. Президиумға мысалға жаңа айтып отқан Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы ахун. Сол кісіні одан кейін Өтесбай ахун дейтін кісі бар. Бұл Байбоз руынан, ол да қатты беделді кісі болған. Сол кісіні президиумға сайлайды. Және Ақ Назар Мая руынан ахун дейтін Бердіқожа ахунның баласы, сол кісіні және Шоңай руынан кімді? Шайх ахунды сайлап, хатшылыққа Хади Сұлтан дейді. Ол кісі де үлкен мұстақип дей ма? Атақ бар, сондай атағы бар адам. Сөйтіп бұлар тағы да баяғы 27-ші жыл съездегі мәселені қайта көтеріп, енді бұл жолы дұрыс дайын болуымыз керек деген әңгіме қабылданады ол жерде. Тағы да жаңағындай бөлет, бәлен бүйтесіңдер, сен бүйтесің, жаңағы үшін көтеріліске дайын боласың деп. 3-ші съезд бұл 31-ші жылы апрель айында Үстіртте болады, Ұзын Тесіктам дейтін жерде. Ол жерде енді нағыз көтерілістің басталған сәті деп айтуға болады. Сол жерде жаңағы енді Досан ахун өзі қатыса алмайды да,
Беге Қошмағамбет бастап өткізеді съезді. Ол жерде енді байлар емес, мысалға сол жерде қан сайланған Мырзалы дейтін кісі, Тілеумағамбетұлы Құнанорыс руынан, ол сол күнге дейін декабрьге дейін үкіметтен айлық алып отқан постсовет. Жылой ауданында 40-шы ауылдың постсоветі. Ол кісі мына үкіметтің жасап отқан саясатын дұрыс емес екенін түсінген. Оған және сол кезеңдерде одан қауіптеніп ОГПУ сентябрьде, октябрьде хат жазады, қолыңдағы винтовкаларыңды бізге тапсыр деп, оқтарыңмен бірге деп. Бұл тапсырмай ақыры сол көтеріліске басшы болып сайланып кетеді. Өте қатты беделдік болған. Оны енді анау хаттарын көрсеңіз, қалай бағынған ана Мырзалыға. Ақ деген ақ, қара деген қақ, сондай кісі болған. Сол 3-ші съезде көтеріліс басталады да, Мырзалы 300 әскермен, ол былай айтқанда сол кезін қазіргі тілмен айтқанда спецназбен сол Сам өңіріне көтеріліс жасап үкіметке қарсы шығады. Осылай басталып кетеді. Ал оған дейінгі бұл апрель айында болды ғой. Ең алғашқы үкімет адамына қарсылық Оғланды жерінде Бекет атаның мешітінің қасында Найзағара дейтін тау бар. Сол жерде 30-шы жылы Тобанияздың әсерімен Түркменстанға көшіп, қайтадан Қазақстанға көшіп келіп жатқан адамдарды ұстаймыз деп, тәркілейміз деп 5 уәкіл өлім жазасына кесілген. Онда өлім жазасына кескен сол Қосқұлақ руынан атаның ұрпағы 4-5 адам сондай сот жасап, шешім қабылдап, үкіметтің адамдарын сол жерде ең бірінші өлтірген. Үкімет болған Совет үкіметінің адамдары. Уәкілдер. Бөліп айтайық өйткені. Көрермендер қазір қазіргі үкіметпен. Сол жерде болады. Ең бірінші сол қан төгілген Совет үкіметінің адамдары. Енді ары қарай көтеріліс басталып кетеді. Өте қызық. Әрине ол тарихын білмеген жетесіз деген, бұл біздің тарихымыз. Бірақ мынау сұхбатқа дайындық барысында бір қызық әңгіме айтып қалдың. Ол архив жалпы 3-ке бөлінеді деп. Соны бір кеңірек толықтырып айтып бересің бе? Өйткені осы ақпаратты жинақтау барысында бұл мәлімет пайдалы деген ойдамын. Жалпы архивте жаңа айтып отырмын ғой, ашық архив, құпия архив және айрықша құпия архив болып бөлінеді деп. Енді біз зерттеу барысында ашық архивпен де құпия архивпен жұмыс жасадық. Бірақ айрықша құпия архивке біздің неміз болған жоқ, рұқсатымыз. Енді біз құпия архивтегі алған өзіміздің мәліметтерімізді бір жариялауға құқымыз жоқ. Біз сізге айтып отқан әңгіменің бәрі ашық архивтегі тақырыптар. Сондықтан енді Маңғыстау өңірінде біздің ашық архив бар. Жабық архивті олар Алматыға президент архивіне көшірді. Маңғыстаудағы репрессияға қатысты құжаттарды. Осы кеше комиссияның жұмыстарын жасап жатқан уақытында. Маңғыстауға қатысты жалпы бүткіл облыстардағы репрессияға қатысты құжаттар толықтай президент архивінде қазір. Сол жерден табылады адам. Енді біз комиссия мүшесі болып біздердің рұқсатымыз болды. Ал егер өзі зерттеп барам, атамды іздеймін дейтін адам болса, жеке тұлғалар оған өзінің сол кісінің тікелей ұрпағы екенін дәлелдеп таныса алады құжатта. Оған қалай дәлелдеуге болады? Мәселен, менің атам Бектұрдың баласы Смағұл, Түпқарған ауданы Ақкетіктің адамы. Ол Совет үкіметінің кезінде басында балықшылықпен айналысқан, кейін милиционер болған. Енді ол кісінің үлкен әкесі бар, Бектұр бар, одан Балтұр бар. Мен сол ата-бабамның архивін ақтару үшін, көру үшін, оқу үшін, тану үшін қайда баруым керек, қандай құжат апаруым керек? Егер ол репрессия құрбаны болған болса, ақталмаған болса, және оның мәліметтері құпия архивте болуы мүмкін деп есептесең, онда президент архивіне барасыз. Ол осында Астанада? Алматыда. Алматыда президент архивінде. Ал ол кісі туралы жалпы өмір дерегін іздейін десең, ол Маңғыстау облысының архивінде де бар. Және ол орталық архивте де болуы мүмкін.
біздің Алматы қаласындағы. Мгм. Оған ешқандай не жоқ, кедергі жоқ. Ашық архивке кез келген уақытта барып қарай беруге болады танысу. Ал егер жаңағындай репрессия құрбаны әлі де жаңағындай құпиялық алынбаған құжатта болған болса, онда ол сол жаңа айтып отқан президент архивіне барып өзіңіз өтініш білдіріп сізге құжатын ұсынады, Мгм. таныстырады. Бірақ енді ішінде бір белгілі беттерін оның бәрін бірдей таныстыруға олардың несі жоқ. Өздерінің бір ерекшеліктері, заңдылықтары бар. Түсінікті. Ал енді мынау біз жаңағы Иса Досан көтерілісінен, сосын одан кейін Ресей империясынан біртіндеп кеңес үкіметінің хронологиясына өттік қой. Бірақ мен таңғалдыратыны, осыған жауап бере аласың ба? Мәселен, Совет үкіметі алғаш орнаған кезде ең алғаш жаңа экономикалық политика деген болған, НЭП деген болған. Бір тарихи құжаттарды, еңбектерді, романдарды, әңгімелерді қарап отырсам, бұл НЭП Маңғыстауға соқпаған сияқты. Қателесем ба, әлде жоқ па? Солай ма? Себебі бізде жаңа экономикалық политика бойынша бір жұмыстар жөнінде ештеңе көзіме түспеді. Енді мен жаңа сөзім басында, ортасында айттым ғой. Жалпы Маңғыстаудағы Совет үкіметінің орнаған кезі және алғашқы 10 жылда қандай болды деп. Мүлдем бөлек дейсің ғой, иә? Мүлдем бөлек. Алпыс қақтығыс деген ол мысалға үлкен нәрсе. Былай айтқанда біз одан сол жаңағы екі түрлі далалық әкімшілік деп айтылады. Оны ОГПУ-ның құжаттарында дала әкімшілігі деп айтылады. Сондай билікпен бізге ол НЭП дейтін нәрсе жетпей қалған сияқты, және көтерілістінде шығу несі сол экономиканы басқара алмаудың салдарынан болды ғой. Енді айтайық, жаңағы 31-ші жылы жаппай неге көтеріліп кетті бәрі. Жалпы идеология, руханият үшін адамды көтеру қиын. Бірақ қалтаңа қолын салған кезде кез келген адам көтеріледі. Қаңтарда ет дайындау дейтін науқанды бастайды үкімет. Бірақ соған енді жергілікті біздің өзіміздің әр жердегі өңірдегі өкілдер бар ғой, сол биліктің. Оны шолақ белсенділер дейді. Иә, жаңа анау аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын. Сондайлардың сауатсыздығынан, іскерлік қабілеті жоқтығынан, және айтқанда енді құдай кешірсін топастығынан болған нәрсе да. Енді шолақ белсенділік деп қазақ жақсы бір сөз. Олар қайтеді. Қаңтарда келеді, сенің 150 қойың бар ма? 90-ын үкіметке өткізесің. Жоқ, мен өткізе алмаймын десе, жаңағы байды қаматады. Сөйтіп Маңғыстауда қаңтарда, ақпанда 200-дің үстінде адамды қамаған. Бұлар әрқайсысы бір тұлға, бір елдің, былай айтқанда авторитеті. Және бір фрагментті айтайын, өзім архивте оққан. Бір бәленше дейтін адамға келіп, жаңағы ауылдың белсендісі, уәкіл, жүн дайындау, науқан, ет дайындау, жүн дайындау, екі науқан жүрген, жүн дайындау, ет дайындау дейді. Жүн дайындауға февральда келіп, ана байғұстың бір 10 қойы бар екен. 10 қойының февральда жүнін қырқып алады. Ақпан айында. 4 күннің ішінде жаңағы қойлар қырылып қалады. Әрине, жалаңаш қалғасын. Ол бір адамның мысалын айтып отыр. Ал бүткіл ауылда солай болған. Қолдағы малды қырған қолдан. Бұл шамасы анау Голощекиннің тұсы болса керек, иә? Иә, Голощекин енді бұл 29-29 жылдар ғой, енді Голощекин тұсы. Сол ғой, иә. 30-31 жылдар. 32-де ме, 33-те Мирзаян келеді, соған дейінгі жылдар ғой. 31 жылдық несінде. Енді осындай, былай айтқанда, ызгип дей ма? Оны мысалы сол кезде адай көтерілсін басуға деп айтпай қояйын. Тоқтатуға, мысалы сол кезде үкіметтен Меңдешев пен Құлымбетов барған уәкілдер. Бұлар енді қазақ тарихында ірі тұлғалар ғой, енді олар кейіннен өздері репрессия құрбан болды. Бірақ ол кісілердің сол баяндамаларынан көреміз,
есептерінен сол жергілікті жердегі халықтың жаңағындай сауатсыздығынан деген қорытынды шығарады белсенділердің. Содан басталды бұл мәселе деп. Алдындағы малына қол салғасын халық түгел көтерілген ғой. Иә, әрине. Жалпы шолақ белсенділік дегенді енді білмедік қазіргі жастар қаншалықты дұрыс түсінеді, бірақ ішіне кең қамтылған сөз ғой шолақ белсенділік деген. Енді ол былай айтқанда сол кездегі совет үкіметінің саясаты. белгілеп қойған уәкілі, оқымаған тоқымаған көпшілігі қараңғы адамдар, жаңағындай қолына кедей батырақтан аяқ астынан қолына билік келген, кішкентай билік келіп, сосын анау баяғы патша заманында байдан көрген қорлығы бар, сол есіне түсіп, жаймен кегі алып, өш алып деген сияқты. Сондай, енді ол біздің әдеби кітаптарда да көп айтылады ол туралы. Иә. Енді әңгімеңнің барысында өте көп құнды ақпарат бере отырып, екі мәселеге қатты назар аудардың. Бұл біріншісі, жалпы осы көтеріліс бола ма, немесе колхоздастыру, жаңағы совет үкіметіне орнықтыру мәселесінде бірінші топ байлардың қарсы шығып ықпал еткендігі, екінші топ сол кездегі қазақ зиялылары, оқыған тоқығандар, ишан ахундардың тобы деп айтып өттің. Иә. Енді ишан ахундардың тобы бұл сірә интеллектуалдар, оқыған кісілер. Менің айтқым келіп отқаны, яғни сұрағым келіп отырғаны, сол кездердегі, яғни Маңғыстау әлі мұнайды игере бастаған жоқ ол кезде. Жалпы мұнай бар екенін Оразмағамбет Тұрмағамбетұлы айтып өткенімен, әлі бір өндірістік деңгейде игерілмеген кезі. Сұрағым, сол кездегі қазақтың, әсіресе адайдың байлары немен айналысқан? Қанша жылқысы, қанша түйесі, қанша қойы болған? Жалпы негізгі шаруашылық көзі қандай болған? Негізгі шаруашылық мал шаруашылығы. Енді 28 жыл айтып отырмын ғой, 80% мал қырылып қалды деп. Қазіргі мысалға біздің Маңғыстауда үстіртте мал ұстап отырған жігіттер бар ғой енді. Мен бір рет осы үстіртті аралағанда ең азы жылқы саны 300 бас болды. Бір 4-5 ауылға соқтым, әрқайсысында 1000 жылқыдан болды. Қазіргі заманда. Сол кездегі байлардың ең бай деп жүргенінің өзінде сол 300-400 жылқы есепте тұрады. Сол кезде. Енді неге олай деп, мысалға біз әдебиеттен білеміз, мысалы ол атақты бай еді, адам көрмеген. Иә, солай айтылады. Ой, бәлендіген дейтін бай еді деп. Ал архив құжатына келген кезде малы бір мардымсыз болып шығады. Бәлкім азайтып көрсеткен. Солай болу керек деп ойлаймыз енді. Мен өзім солай ойлаймын. Себебі енді ол архив, сенің ақтарған архивің бәлкім 20-30 жылдар болса, алдын ала ақпарат жеткен болар, азайтып көрсетіңдер, өйткені компеске келе жатыр деп. Енді мүмкін жоқ. Енді ол жерде компескеден бұрын, мысалы, патша заманында да сондай болған, салықтан жалтарған сияқты. Жалпы қазақ баласы мен малын санамайды дейді ғой. Көрсетпейді. Мысалға енді өзімнің атам деп айтуға болады, Көрпе Есен дейтін бай, атақты. Қазақтың сол кездегі батырларына ат беретін еді, сөйтетін еді. Сол кісі мысалы 400 жылқысы болған дейді. Ал енді ол біздің білетін жерде ол кісі дейтін енді 3000-4000 жылқыға дейін айдаған адам деп естіп едік. Соған қарағанда сол салықтан жалтарып бұлар архивті дұрыс көрсетпейтін сияқты. Ол жерде енді архивте ақиқат жоқ. Жоқ, бірақ енді архив пен статистикада ақиқат жоқ болуы мүмкін, дегенмен бізге бір бағыт бағдар беретін ақпарат. Мал шаруашылық сонымен енді бұл адай көтерілісін жалпы өткен кеткенді қозғап отырған себебім біздің Маңғыстау өлкесінде қазіргі мұнайға дейін, газға дейін де халық өмір сүрді, бақуатты өмір сүрді, біраз ел болды деген сияқты, бір шаруашылықпен айналысқан. Соны біз ұмыт қалдырмайық, қазіргі жастар біліп жүрсін, өзіңнің аузыңнан сол архивтегі ақпаратты қаныға берсін деген мақсатта қойып әдейі анықтап отырмын. Дұрыс екен. Енді мәселе мынандай, Мұрын жырау Сеңгірбайұлы деген біздің атақты тұлғамыз бар. Қырымның 40 батырын жеткізіп кеткен кісі.
бұл жерде айтқалы отырғаным осы мұрын жырау атамыз ұсталықпен айналысқан екен. Енді сол архивке түскен кезде, ақпарат ақтарған кезде жарайды мал шаруашылығы түсінікті. Одан бөлек тағы қандай бір қолөнердің түрлері, бір шаруашылықтың түрлері болған? Енді тізімдерде енді өзімнің көргенімді айтайын. Енді мысалға Хиуа хандығының аумағына көшіп барған қазақтар дейтін бір тізім бар, Ташкенттің архивінен көрген. Сонда кәсібін жазады жаңағы адамдар тізімнің қасына. Ұста Тимур, ұста Нұржігіт деген сияқты. Сол соған қарап мен, яғни ұстаның жаңа айтып отқан дәрежесі сол кезде өте жоғары болған сияқты. Себебі биді жазады, бәлен би, молдан жазады, бәлен молда, және ұстан жазады, бәлен ұста деп. Осы үш кәсіпті. Бәлен малшы, бәлен түйеші деген жазу жоқ ол жерде мысалы. Соған қарағанда сол кезеңде сол ортада ұстаның дәрежесі жоғары болған сияқты. Ол енді ұста ағаш ұстасы ма, темір ұстасы ма енді білмеймін. Зергер ма? Мен енді архивтен көргенімді айтып отырмын. Қолөнер шебері болып тұр ғой. Соның енді ерекшелеп атының қасына жаңағындай жазуына қарағанда ол бір үлкен құрметті не болып кәсіп маман болып тұр ғой енді. Ол үкіметке керек болып тұр ол. Енді өзімді көргенімді айтып жатырмын. Жалпы жаңағы сіз айтып отырсыз ғой енді мұнайдың тақырыбынан бөлек басқа да тіршілік бар ғой деп. Енді расында да қазір енді жаңағы тарихтан кішкене қазіргі уақытқа түсейік. Маңғыстау мұнай митинг дейтін үш сөз қазір бір егіз үшем құсап кетті. Егіз ұғым болып. Енді біреумен танысқанның өзінде де Маңғыстаудамын десең, ой, қалай көтеріліс болып жатыр ма деп сұрақ қояды да, енді өте ыңғайсыз, өте бір жақсы имиджге жақсы емес нәрсе ғой енді. Сол енді мұнай саласына біздің жастардың қазіргі көріп отырмыз тек мұнайшы болам деген әңгімесі. Мен ғана өзіме қатты ұнамайды. Бізде басқа да бағыттарға жұмыс жасауға, басқа бағыттармен нан табуға болатын мысалы туризм бағыты Маңғыстауда перспективасы бар. Я болмаса су бағыты, ауыз су бағыты. Я болмаса IT саласы. Я болмаса бір қазір біздің мысалға рынокта 95% тауардың импорт. Сырттан келеді. 95% импорт. 5% ғана Қазақстанның өнімі, өзіміздің отандық өнім. Ол өте жоғары көрсеткіш. Ең болмағанда бір нәрсе шығар, жаңағы Маңғыстауға тән не бар, түйенің шуаты бар, несі бар, болмаса химиялық бұйымдар. Сол бағытта жастар кішкене жұмыс жасау керек деп ойлаймын өзім. Мұнаймен тек көп айлықпен шылқып отыра берем деген дұрыс емес деп есептейміз. Яғни мамандануда экономиканың басқа бір секторларына, бағыттарына бет бұрау дейсің. Мүмкіндік көп мен білетін жерде. Себебі отандық өнімді мен шығарумен айналысудың өзі бізде жаңа айтып отырмын ғой. Егер Ресей мен Белоруссиядан келмесе, Қырғызстаннан келмесе, біз келмей қалса товар, біз киімсіз қаламыз, аштан өлеміз. Жалаңаш қаламыз немесе аш қаламыз дейсің ғой. Дәл солай. Яғни бізде оған рынок, бізде мүмкіндік бар қазір. Егер Ресейден келіп тұрған қаймақ, я болмаса колбаса өзіміздің жерімізден шығарса, оның жаңағы темір жол шығыны мен таможнялық шығындарын алып тастағанда бәле қайда арзан шығады ол. Әрине, ақша өзімізде қалады. Жақсы айтасың. Мәселен, мен әлі есімде бала кезімде біздің Жетібайдың қаймағы деген атақты болатын. Өткен кеткеннің барлығы сол жаңа біз қазір балалар балмұздақ сұраса, үлкен кісілер ол кезде Жетібайдың қаймағын ала келдің бе деп айтады екен. Ақтаудың кефирі дейтін болды білесің. Ақтаудың кефирі, төбесін тез ішеді. Оны ұмытып кеттім, жаңа сен айтқасын барып есіме түсіп жатыр. Солай ғой. Яғни қазіргі сол енді жаңа бағыттар ашылып жатқан кезде, жаңа заманда, технология дамыған заманда, осыны енді біз үлкендер демей ақ қойын, жастарға біздің жаңа ұрпаққа қалай жеткізе аламыз? Ол профориентация жасау керек пе?
мамандықтар таныстыру керек пе, қолынан ұстап апарып бір индустрияның секторларын көрсету керек пе? Енді кез келген нәрсе қаржыға тіреледі. Қаржы мәселесін шешу керек бірінші. Бізде мысалға береді жаңағы грант дейді. 500 мың теңге, миллион теңге. Ол жақсы бір 4,5 миллион теңге бере қойсын. Ең көп мен естіген жерде 4,5 миллион грант ең көп естігенім. Ол қазіргі мына біздің қоғамда мынандай инфляциямен, мынандай қымбатшылықпен ол ақшамен тәуір бизнес бастап кету мүмкін емес. Сондықтан үкімет сондай инновациялық нелерге ірі көлемдегі ақшалар салу керек. Оны жастарға ұзақ мерзімді мысалы каникулмен несие қылып беруге де болады. Несие қылып бермесе жалпы қайтарымсыз грантты алып беруге болады. Сондай қаржылай жағынан мотивация жасап көмектеспесе, тек құр сөзбен оны біз өндіре алмаймыз. Бәрі қаржыға тіреледі. Сол мәселені шешу керек. Және біз сияқты ұрпақ соны жаңа жастардың идеясы бар, ойы бар, жастардың жасайым деген нәрсесіне біз моральдық та жаңа айтып отқан қолынан сүйреп апару керек болса апарып көмектесуіміз керек. Енді осы жерде әдетте қалай біздің ауылда әңгіме болған кезде негізінен сұрайтынымыз 3 бағыт. Жеке өзім сұрайтын, білмегеннен кейін сұраймын ғой енді. Ауыл шаруашылығын дамытудың қалай айтсам екен, ауыл шаруашылығын, мал шаруашылығын және туризмді дамытудың болашағы, мүмкіндігі, жолы бар ма? Маңғыстауда? Иә. Әрине. Енді ауыл шаруашылығына жалпы басқа өңірлердегідей қылып келуге болмайды. Маңғыстаудың өзінің ерекшелігі бар. Біріншіден табиғаты қатаң, екіншіден жайылым мен су көзі. Бізде жем шөп жетпей жатыр дейді ғой. Жеткізе алмай жан-жақтан таситынымыз содан ғой. Мысалға мен өзімде осы ауыл шаруашылық мәселесі бойынша СПК-да жүргенде, Атамекенде жүргенде көп курьер етіппен сондай орынбасар болғасын айналыстым, зерттедім. Не үшін бізде жұт толып жатыр мысалға. Жұттың болғаны бізде малдың көбейгенінен болды. Мал көп, баяғы көшпенділік жоқ, үстіртке шығып, арқаға шығып, бір жерде таптап таптай бергесін, ол келесі жылы ол шөп шықпайды. Содан жылқы іздейтін, жылқы баққан жер тіпті оңбай қалады ғой. Қой мен жылқы дейтін. Сонда бір біздің социалист еңбек ері Ұзақбай Есқожаев дейтін атамыз жылқышы болған, соғыс жылдар, 48 жылдар. Сол кісілердің жазған мал шаруашылығына қатысты Таушанбай атамыздың мәселелерін жазған жазбаларын зерттегенімде айтады, жаңағы Ұзақбай атамыз Аққұдық Сенек жақта бәлен дейтін құдық, суы жылқыға жарамды дейді, шөбі жылқыға жарамды дейді. Сосын келесі құдықты айтады, бәлен деген құдық, суы жылқыға болмайды, шөбі айналасындағы жылқыға болмайды. Бұл жерге жылқыны ұстауға болмайды дейді. Сосын картаны ашып беріп, екеуінің арасын есептесем 50 километр. Қызығы? Иә. Яғни бізде ғылыми подход жоқ. Бізде сума су, құдық па құдық, шөп па шөп апарып. Яғни біз шыңырау құдық болса болды, осы іше береді. Біз содан ғылыми ауыл шаруашылыққа ғылыми көзқарас керек. Ол жерде жаңағы ана шалдар ол тектен тек жазып отқан жоқ. Ана суды ішсе ол жылқының өлетінін біледі, қырылатынын біледі, ауру болатынын біледі. Сондай енді біз кермек су болуы мүмкін, ащы су болуы мүмкін. Жылқыға жарамайды дейді. Ол енді не үшін жарамайтынын жазбаған енді. Бірақ жылқы ішсе болмайды деген сөз ғой енді. Сондай подходпен Маңғыстауда жасауға болады, бірақ енді жаппай емес деп ойлаймын өзім. Ал енді осындай жаңағы бір керемет ақпарат айтып өттің. Мына құдықтың суы малға, оның ішінде жылқыға жарамды, айналасындағы жері жарамды, мына құдық жарамсыз деп. Яғни осындай ақпараттардың бір тізімі дейміз бе, бар ма? Мәселен, айталық қазіргі технологиялық, ақпараттық технологиялық бір проект жасап, картамен белгілеп шықсақ. Енді
ол әр жерден енді жаппай бүткіл Маңғыстау бойынша жоқ, әрине бір әр жерде бір 4-5 құдықтың атын айтқан сол аталарымыздың жаңағы еңбектерінен табуға болады, бірақ оны қазір біліп зерттейтін адам маман жоқ Маңғыстауда. Тағы сол маман жоқтығына келіп тірелеміз. Маман жоқ. Біздегі малшылардың бәрі мұнайшылар. Көп енді бәрі емес, бірақ сол 70-80% сол вахтада істейтін жігіттер бірігіп мал аулашып, жаңағы айтады ғой, енді ауылдың тілімен айтқанда қалпақ жалдап, сөйтіп мал ұстап отырған жерде. Гастарбайтер. Даже мен орысша сөйлеп кетіп жатырмын, арасы кешірім сұраймын. Бейнеу ауданында мысалға кеше бір ағаммен сөйлесіп отырсам, бұрынғы тарихи атаулар бар әр құдықтың, әр төбенің, әр ойдың, сайдың өзінің аты бар. Тимурдың сайы, Нұржігіттің төбесі деген сияқты. Енді соны Бесқаладан келген ағайындар сол жерге, қазағы да бар ішінде, былай келіп жасап жүрген қарақалпағы да бар. Мал бағат. Мал бағатта енді жаңағы төбенің атын, құдықтың атын, баяғы тарихи атын өзгертіп жіберген. Абдулланың құдығы, баяғы Тимурдың құдығын Абдулланың құдығы қылып жіберген. Ондай да фактілер бар. Енді сол адамдар жергілікті жердегі жаңағы енді атауы түгіл шөп суының қадір қасиетін жақсы біліп айта алмаймыз енді. Сондай проблемалар бар енді. Бірақ енді егін саласына да келуге болады Маңғыстауда. Теплица бағытында жұмыс жасауға болады. Жақында біз мынау Маңғыстау облысының біраз делегаты болып Қытайдың Шыңжаң автономиялық өлкесіне барып қайттық. Сол жерде Үрімші жақ қой енді. Сол жақта Қарамай деген қала бар екен. Бұл біздің дәл Жаңаөзен секілді. Табиғаты Алла Құдай сақтасын, кәдімгідей біздің Маңғыстаудың жерімен бүп-бірдей. Май топырақ, көзге ілінетін талдарақ жоқ, арасында бір сексеуіл. Бірақ соған анау Google картамен қарадым ғой, бара жатқасын, біз қай жерге бара жатырмыз. Себебі бізге алдын ала айтты. Қарамайда сондай эксперимент жасалған. Тамшылап суару әдісі арқылы көгілдандырып оазиске айналдырғанды. Қазір осы сұхбаттан кейін шыққаннан кейін картамен қарашы, таң қаласың. Мысалы біз қазір Маңғыстаудың үстінен бүйтіп ұшып қонамыз ғой. Астанадан, Алматыдан келе жатқанда бір айран тақыры болып жатады ғой біздің жеріміз. Тамыры болып, менің тамырым сияқты. Дәл сондай айран тақыр жерден оазис жасап қойғанда, анау дөңгеленіп тұр әрқайсысы. Себебі тамшылап суару әдісінде дөңгеленіп құяды екен суды. Яғни бізде де солай жасауға болады деген сөз ғой негізі. Енді көрермендер айтуы мүмкін, өзі Ақтауға ауыз су жетпей жатқанда қаяқтағы теплица деп. Ауыз су жоқ Израильде де мысалға. Ондай Израильде мысалға ондай мысалдар көп. Мен Израильдің да сол жалпы ауыл шаруашылығы көп зерттедім. Оларда ауыз суды пайдаланбайды. Оларда жаңағы өңделген, тазартылған канализацияның кәріз суын пайдаланады. Оларда ауыз суды егінге пайдалану қылмыс мысалға. Негізі бар ғой, жалпы біздің, енді тағы да сол өзің айтпақшы, біздің көрермендеріміз сәл қисық қыңыр сөйлеп қалуы мүмкін, дегенмен біздің сол анау кәріз суларымыздың өзі тазалау сулар негізі біздің Маңғыстауда. Өйткені басқа жерде тіпті өндірістік аймақтан шыққан өте ауыр, білмедім, жаңағы зияндылық деңгейі өте жоғары судың өзін өңдеп барып қолданылады. Оның қасында біздікі әрі кетсе бір қол жуған, бет жуған, киім жуған сулар ғой. Яғни енді біздің Ақтау қаласыныкі енді Қошқаратаға құйылып жатыр ғой, енді белгілі. Егер Қошқаратаны жаңағындай жауып рекультивация жасайтын болса, ол суды қайта өңдеп, сол егін шаруашылығына, егін құрғанда қаланы көгалдандыруға пайдалану керек болады. Ол далаға кетпеу керек. Жалпы сосын Израильдердің сельское хозяйство кооператив деген бар. Оларда да жаңағы беретін көтермелері өте жақсы. Бізде сол жетіспейді. Сен жаңағы кооперативке мүше болып келетін болсаң, сен айтасың мысалға, мен осы жерден қияр егейін деп едім. Жаңағы кооператив сенің бүткіл жағдайын жасайды. Қиярыңды өсіріп сатқан кезде белгілі бір процентін жаңағы кооперативке төлеп отырасың.
Енді бізде сол нәрсені ұйымдастырайық десек, білмеймін, енді жаңа баяғы айтқан қазақи бір еріншектігіміз бар, мінезіміз бар, ең соңында жаңағы ақшаның үстіне бөлісіп төбелесіп. Ал енді мен кейде облысқа барғанда естіп қалам, жергілікті біздің фермерлер бар, басқа сол ауыл шаруашылықпен немесе мал шаруашылығымен айналысатын жігіттер бар. Солар біз өз өнімімізді дұрыс сата алмай отырмыз дегенде мәселені айтады. Енді ол оны қалай шешуге болады деп ойлайсыз? негізі дұрыс мәселе. Оған біздің жаңағы сырттан келетін жеміс жидек, жаңағы көкөністер баға жағынан ұтып кетеді ғой кейбір жерде. Түркменстанның огурцы помидоры мысалға. Біздің жергілікті жігіттер 600 теңге деп қойса бағаны, олар 300 теңгеден келіп сатады. Неліктен олар жаңағы ГМО қолдана ма, әлде басқа бір? Түркменстандікі таза, Өзбекстандікі де таза, ГМО қолданбайды. Бірақ олардан жаңа егін жай көп шығатын шығар. Егін жай көп шығады. Қалай болғанда да олар экспортқа біздің өндіретін тауардан әлдеқайда арзан шығарып тұр. Енді оны жұмыс күші арзан болар. Жұмыс көз білмеймін. Су арзан болар. Енді Өзбекстанда білем, Өзбекстанда Түркменстанда енді біз зерттеу мүмкіндігіміз жоқ. Бірақ Өзбекстанды зерттегенде олардың ұтқан жері жаңағы неден? Тарифтен. Тоқ, су, газ. Жалпы оны өзіндік құны дейді ғой, себестоимость арзан әсер болып ететін тұр нәрсе ғой. ғой. Және оларда қол еңбек. Оны біз сырттан келетін көкөніс дейміз бе, басқа да ішіп жемнің барлығына, яғни импортқа шектеу салу деген ол дұрыс мәселе бола ма, жоқ па? Енді жергілікті өнім өндірушілерді қолдау мақсатында. Енді ол кейде үкімет сондай шешім қабылдап жатады кейбір тауар түрлеріне. Я болмаса ішке кіргізуге, я болмаса шығару деген мәселеде. Мысалға қойдың етін шығартқызбай қойды 1-2 жыл бұрын, білесің шығарсың. Енді ол үкіметпен реттеліп отыратын нәрсе жалпы. Енді оны постоянно үнемі өйтіп шектеу қоюды мүмкін емес. Әрине. Енді біз нарықтық заманда ашық мемлекетпіз деген. Енді ауылдың жігіттері сол тауарын өткізуге жұмыстану керек болады. Енді негізінен сол бағаны көтеріп отқан екі ортадағы делдалдар ғой. Делдал мәселесін шешсе, біраз мәселе шешіліп қалады дейсің ғой. Ал туризм жағына келейікші. Біз енді біраз өткен кеткен тарихты қозғап, бір көтеріліс жасап бір көтеріліс жасап бүгінгі әңгімеге қарай тоғыстық. Туризм мәселесін қазір көп айтып жүрміз. Мемлекет басшысы да айтып жатыр, облысымыздың басшысы да айтып жатыр. Жалпы қазіргі өңірдің тұрғындары да негізі сезінеді, терең түсінеді деген ойдамын туризмнің маңыздылығын. Бірақ енді біз әрқайсымыз жеке тұрғын ретінде осы туризм дамытуға қандай әсер етуіміз мүмкін? Туризм дейтін, менің өзім енді көріп жүрміз ғой, шетелге де шығып, туристік мемлекеттерге. Туризм деген негізі мәдениет. Мәдениет. Қонақ күту мәдениеті. Қонақ күту мәдениеті, қонаққа барыңды көрсету мәдениеті, және қонаққа жағдай жасау мәдениеті. Мысалға, Түркияға барғанда, және я болмаса Дубайға барғанда, я болмаса Грузияға барғанда, қабылдау, сенімен қарым-қатынас жасау, сервис қызметтің айырмашылығын сезінесің ғой. Сезінесің. Сервис, сезінесің. Барғанда, мысалға, бір айтайық, бір тарихи орынға бардың, есікті алдында отырған адам бетіңе бажырайып, ақшаңды қабылдап, жаңағыдай жылы қабақ танытпайды, мысалға да. Грузияда дейік, мысалға. Я болмаса жаңағы кафесіне барасың, официанттың қызметі өте төменгі деңгейде. Мен мысалға өз қарабасым Батуми дейтін қалаға екінші рет бармайын деп келеді. Олардың Тбилиси мен Батумидің айырмашылығы бар мысалы. Мәдениет жағынан да бізде ең бірінші мәдениетті көтеру керек. Ол Ақтау қаласының кез келген тұрғыны кез келген туристке деген мәдениетті көтеру керек. Ол жаңағы айтқан официанттан да, жаңағы гардеробта тұрған адамнан бастап әкімге дейінгі көше сыпырып жүрген адам бәріміздің қатысымыз. Яғни үйіңе кәдімгі құдаң қонағың келгенде қалай ілтипат көрсетсең, сыртқа қонаққа да солай. Өзбекстанға барасың, Хиуаға, Самарқандқа. Енді жаппай көшенің бойында демеймін, бірақ жаңағындай тарихи орындарына барған, негізі соған барамыз ғой енді.
барғанда сол жердегі жүрген адамдардың өзінің саған деген қарым қатынасы бөлек. Полициясы да, жаңағы гейттері де, сауда жасап тұрған, ұсақ түйек сувенир сатып тұрған өзбек те іші бауырыңа кіріп, кәдімгі ана сол Самарқандта қалғың келіп кетеді мысалға да. Сондай дәрежеге жетуіміз керек. Өзбектер сонымен өтіп тұр. Олардың әуелден мәдениеті бар. Кішкене отырықшы мемлекет, бізге қарағанда мәдениеті сәл биіктеу, енді мойындау керек. Ал бізде ең азы жаңағы официанттардың өзі өзімізге дұрыс қызмет көрсетпейді ғой. Сол бағыттан біз енді мәдениетті қалыптастыру керек деп ойлаймын өзім. Яғни потенциал жетеді. Яғни сервистік мәдениетті жолға қою керек, иә? Сервистік, жалпы адами мәдениетті қоюымыз керек. Келген турист біздің жүріс тұрысымызды, әңгімемізді көріп шошып, келесіде келмеймін деп кетпеу керек қой. Жаңа айтып отырады, мысалға тарихи орындар дейді бізде, әулиелі жерлер дейді. Барғанда ол ешқандай үкіметтің бақылауында емес, барлығы жеке қолда, шырақшы дейді, ешқандай білім жоқ. Келген туристке тіпті бір адам естімеген бір аңыздар, мифтерді айтып отырады. Ол түсініп отқан жоқ, анау ағылшын я болмаса итальянец. Сол жерге неге біз сервистік қызмет жасамаймыз? Неге ол жерде переводчик тұрмайды? Неге ол жерде үкіметтің күзеті тұрмайды? Мысалы Шақпағатыда кеше барсам, шырақшы жалып жасап жатыр енді. Орыстар трусимен кіріп кеткен Шақпағатаның ішіне, араққа тойып алып. Ештеңе істей алмадым дейді. Ол енді ол жерде неге үкімет күзетпейді мысалға? Жаңағындай мысалға Бекет атаның басына неге біз қонақ үй салмаймыз? Салу керек пе өзі жалпы? Керек деп ойлаймын. Сервис көрсету. Осы жерде ойыма бір сұрақ келіп отыр. Қонақ үй демекші. Уақытын біздің өңірде Бозжыраның айналасына визит орталық салу керек деген әңгіме қозғалып қалады. Осы жөнінде не айтасыз? Енді бұрынғы айқайдың кезінде де мен өзім позициям болды, елдің азаматы ретінде мен салуды қолдадым. Салуды әлі де қолдаймын. Себебі оланы таптап кетпей ме келген адамдар? Оның нені таптайды? Қазір соны салдырмағанның салдарынан жабайы туризм өте жақсы дамытты. Бозжыраның басы свалкаға айналды мысалға. Қоқысқа айналып кетті ме? Егер сол территорияны жағында айтып отырмын, қызмет көрсетуші сервистік орталыққа берсек, ол жаңағы қонақ үйін салсын, бассейн салсын, жуынатын әжетханасын салсын, баптап келген халыққа жағдайын жасап, территорияны таза ұстап, ең бастысы ана табиғаттың өзінің несіне қатты бір зиян келтірмей жасалса, ол болады деп есептеймін. Мен қолдаймын. Салу керек, және тек қана Бозжыра емес, қандай тарихи орын бар, соның айналасын бәріне салуымыз керек. Бекет атаның басына міндетті түрде керек. Анау жақында бір Инстаграмнан ба, ТикТоктан ба көріп қалдым. Дубайға барған туристер Uber шақырып жатыр да. Енді мен оны ақ-қарасы анықтай алмадым. Бірақ интернеттен қарасам рас дейді. Бұл түйемен тасымалдау қызметі бар екен. Яғни шөл далада енді көлік жүрмейді ғой. Жүрсе де алысқа шаппайды деген сияқты ойлы-қарлы жерлер бар. Енді біздің Маңғыстаудың да жаңа Бозжырасы бар, мына жағы Жығылған, мына жағында Қапамсай бар. Былай қарай жүрсек, сол Маңғыстау ауданының түгел Далайған даласы жатыр, Айран тақыры жатыр. Сол арасында бір білмедім, мәселен Шерғала мен Торыштың арасына дейін түйемен тасымалдасақ туристерді. Бұл да бір қызық не сияқты. Ол енді Дубайдың ерекшелігі, о жақта тоқтаусыз турист. Поток жоғары, Поток жоғары ғой. Және мысалы ол мен өзім бар жатқан мысалы ретрит бекен гостиница. Солар өздері келіп ұсынады саған. Осындай күні, осындай тур бар. Сафариге, анда-мында, я болмаса түйемен қыдырасың, я болмаса квадроциклмен. Біздің қонақ үйлер солай қызмет көрсетіп тұру керек, және поток болу керек. Ол Торыш сен баяда білесің ба, бір жасадық қой соны. Иә, білем ғой, Сол түйелерді біз әрең таптық. Рухани жаңғыру аясында жасадық. Сол түйелерді әрең таптық қой деп. Бізде сонда Маңғыстауда түйе қалмады ма сонда? Өйтіп жаңағындай адам салып жүретін, жаңағындай қызмет көрсететін түйе жоқ қой, оны дайындау керек. Ол дайындау үшін ол кәсіпкерге үнемі поток болып тұру керек қой. Ондай бізде енді
жазды күндері мысалға бір қонақ үйлермен жаңағы Рикспен келісіп жасауға болады. бәлкім Адам, туризмді дамыту бір жобаларын қаржыландыру мақсатында осындайларға қаражат құю керек шығар бәлкім. иә, қаржы керек болады. Проектілерді, ойларды, идеяларды қаржыландыру керек. Жаңағы қонақ үйлер көптеп салыну керек бізге. Бізде қонақ үйді жоқтың басы. Қонақ үйдің сервисі жоқ бізде. Бірақ енді қонақ үй болғанда әрине қонақ үй салу негізі былай ауызға айтқанға оңай болғанмен тағы да сол су мәселесі шығады, басқа мәселесі бар. Енді ол қазір су мәселесі уақытша нәрсе. Жоқ, қазір жаңа технология ғой. Иә, су мәселесін жарайды қоя қояйық енді. 10 жылдың инфраструктуралық мәселесі. 10 жылдың несімен айтып отқан. Бірақ қазір енді дамыған заман, иә. Қазір Uber экономика деген бар. Uber экономика деген бұл кәдімгі ана Uber такси бар ғой, сонымен бірге шыққан термин. Бұл терминнің мақсаты sharing economy дейді. Sharing economy деген қолда барды бөлісу арқылы жоқтан бар жасау. Мәселен Airbnb деген пайда болған. Ол бұған дейін жалпы әлемде ондай ой болмаған екен. Кез келген қарапайым адам өзінің келесі бөлмесін туристке жалға беру деген. Сөйтіп сол стартап шығады Airbnb. Сосын Uber такси шығады. Ол кезде де адамдар ойланбаған екен. Өзінің күнделікті үйіне жұмысына барып келіп жүрген көлігімен жолда такси қызметін көрсету деген. Яғни осыдан уберизация деген шығады. Бізде сол енді қонақ үй салу деген оңай нәрсе емес. Маңғыстаудың жергілікті халқы осы Uber экономиямен айналысса да болады деген ойдамын. Яғни мәселен анау Ақшымырау Қызандағы, Жыңғылдыдағы, Ондыдағы, ауылдағы адамдар өзінің бөлмесін сол бір туристерге тіркеліп қойса, Bookingке тіркеліп қойса, Airbnbге тіркеліп қойса, негізі жалға беріп ақша таба алады кәдімгі пассив түрде. Осы бір мәдениетте де бір енгізу керек сияқты. Өте дұрыс. Бірақ ол бізде жүріп жатыр қазір Ақтауда. Сен айтып отқан мәселе Uber экономика. Uber не ғой, сервис, да? Ол бар енді, ол жүріп жатыр. Бірақ жаңағы айтып отқан ауылдарда мұқтаждық жоқ. Солай ма? Иә. Оның себебі бәрі мұнайшы. Бәрінде мал бар. Ауылдардың біздің жаңағындай бір туристік бағытта жұмыс жасауға бір ондай ниетті адамда байқалмайды жалпы. Негізі үйрету керек, оқыту керек. Негізі мысалға бала шағаны жастарды үйретсе, әлеуеті жақсы. Былай айтып отырғаным, мысалы Риксіз бізде қазір енді ең алдыңғы не ғой енді, қонақ үйіміз. Жазда орын болмайды. Иә. Қыста да орын болмайды, мысалға. Егер дәл сондай екінші бір брендовый қонақ үй салынатын болса, кішкене бәсеке болады, сервис те артады. Жалпы баға арзандайды дейсің. Бәсеке үшін негізі көп болған жақсы деп ойлаймын. Әрине, бәсеке ол экономиканың ол сол жаңағы сервистің дамуына алып келеді. Және жаңағындай сен айтып отқан далалық жердегі экотуризм ғой. Экотуризм дамытуға сол гостиницалардың тікелей қатынасы болады. Мысалға сен айтып отқан жаңағы 1-2 адамды мен үйінің бөлмесін жалдап қойған Ақтаудан 1-2 туристі апарып түйеге апарып жүргізгеннен қонақ үйге келген бір 150 адамды бір апарған тиімдірек болады да, мысалы. Енді сондай бағытта айтып отқаным мен. Иә, айтып отырған әңгімелерің көңілге қонады. Нұржігіт, енді біз жаңағы тарихымызды қозғадық, біздің ата бабамыз, алдыңғы өткен үлкен кісілер немен шұғылданған жөнінде айттық. Бертін келе қазіргі жастар біз немен айналыссақ болады дегенге тоқталдық. Оның ішінде ауыл шаруашылық дедік, мал шаруашылық дедік, туризм дедік. Енді біз осы жалпы жастарымызды жаңа бағытқа бұруды қандай жұмыстар атқара аламыз деген сұраққа жауап беріп, сосын әңгімеміздің басын қайырсақ. Енді жастармен көп айналысқан адаммын ғой мен енді. Қазіргі жастар өте қиын. Z ұрпақ дей ма? Z ұрпақ деген шығар. Иә, сондай теория бар. Өте қиын. 2000-нан бері қарай жастар психологиясы, олардың
әлсіз физикалық тұрғыдан да психикалық тұрғыдан да қиындыққа жаңағындай айтқан тәуекелге барулардың біздің поколениемен ұрпақпен салыстырғанда жер мен көктей. Біз енді білесің ғой 90-шы жылдардың балдарымыз. Мен өзім мысалға көршіден нан сұрап жеген ұрпақпыз дейсің. 6-7 оқып жүргенде таможняға барып кеден бекетіне барып таң атпай шай сатқан кезіміз де болды мысалға да. Пойызға барып. Ал қазіргі сол Z ұрпақты сөйтіп істе десең ешқайсысы таңғы 5-те тұрып шай қойып шай сатпайды мысалға да. Енді біріншіден енді өзім Ақтауда көріп жүрген нәрсе жастардың ішінде ең жүректі ауыртатын мына лудомания. Біз осы ауруды қалай айтсам болады, құтқару қиын болып тұр. Азартқа жаңағы құмар ойындар. Екіншісі синтетикалық наркотика. Біздің жастарымыз көп белең алып баратқан. Бірақ көңіл қуантарлығы бар жастар, руханият жағында жүрген, көздері ашық, мысалға шам дейтін бізде бір ұйым бар. Жақында таныстым бір ол жерде кілең жастар мына осы балалар сияқты кітап оқумен және түрлі интеллектуалдық ойындар, жаңағындай шаралар өткізіп бір көптен бір көрмеген нәрсе еді. Мен сол балаларға қатты ризамын мысалға. Енді өзім де ойым сондай бір Ақтаудан жастарға бағытталған бір рухани орталық ашқым келеді. Келесі жылға жоспарлап отырмын. Онда сол кез келген бағытта жетістікке жетіп жүрген тұлғалармен кездесулер ұйымдастырып дейсің ғой. Кездесу ұйымдастырып түрлі енді болады, енді идея көп. Кешірім сұраймын сөздің аузында. Орай келіп тұрғанда айта кетейінші. Біз қазір Маңғыстау облысы әкімдігінің жанынан облыстық кітапхана бар ғой, Қабиболла Сыдықов атындағы Ақтау қаласында. Соның екінші қабатында креатив хаб ашылып жатыр. Бұйыртса осы айдың соңы келесі айдың басында ашылады. Сол жерге барлық жастарды шақырамыз. Яғни өзіңде жастарды жинап, сол жерде әңгіме дүкен құрсаң болады. Ол 24/7 ашық тұрады деген жоспар қойдық. Интернетін жеткізіп береміз. Интернет өте әлсіз ол жердің. Әлсіз болса да енді біртіндеп кейін тағы спутниктік интернет қосуға тырысамыз. Ең бастысы біздің Маңғыстаудың жалпы еліміздің кез келген тұрғыны емін еркін кіріп шығып, ол жерде жиын өткізетін бөлмелері болады, подкаст жазатын бөлмелері болады. Анау TikTokқа, Instagramға тікелей эфирге шыққысы келсе, ондай арнайы бұрыштар бар. Жаңа өзің айтқандай белгілі тұлғалармен кездесу өткізетін болса, оған бөлек бір бұрыштар бар. Осыған шақырамын, яғни ойыңда жүрген жұмысты сол жерде істеуге болады. Өте жақсы. Енді жаңа айтады ғой, жұмыс жасай беру керек. Көптеп, көлемдеп, енді ол біздің қазіргі жастарды дұрыс жолға бағыттау біздің ұрпақтың мойнында парыз сияқты. Себебі өте қиын уақытта тұрмыз ғой енді. Жаһандану дейді жаңағы. Я азғындаудың жолына кетеміз, я қазақ болып сақталып қалудың жолына кетеміз. Сол екінші жолға қарай көп жұмыс жасау керек деп ойлаймын өзім енді. Әмин, дұрыс айтасың. Сондықтан да біз осы YouTube жобаны ашып, тыңдармандарды, көрермендерді Маңғыстаудың тарихына бір бойлатып, өткені мен кеткенін әңгіме қылып, сосын болашағына көз жүгіртсек деген мақсатты ұстандық. Сондықтан да келіп, уақытыңды бөліп, керемет бір сұхбат үшін алғысымды білдіремін. Рахмет. Барлық жасап жатқан жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Рахмет. Аманшылықта кездесек, құтты болсын мына жоба. Қазақта тарихын білмеген жетесіз деген сөз бар, сол айтпақшы. Біз тарихтан қалай үлгі аламыз? Осы жөнінде Нұржігіт екеуміз біраз әңгіме дүкен қозғадық. Одан кейін жалпы болашаққа қалай көз тігіп, ендігі даму сатысына қалай үлес қосамыз деген сұрақтарға жауап іздеуге тырыстық. Бірақ бұл жерде сұрақтан көрі бұл YouTube жоба болғаннан кейін өзара пікір алмасу. Сондықтан да қандай да бір пікірлеріңіз немесе алып қосарларыңыз болса, комментарийге жаза отырыңыздар. Әдеттегідей лайк басып, каналымызға жазылып, халық арасына таратуға үлес қоссаңыздар деген ойдамыз. Егер қандай да бір
қонақ күтетін болсаңыздар аты жөнін жазып кетсеңіздер де болады. Бәлкім біз олардан да сұхбатқа шақырып қонақ қылуымыз мүмкін. Амандықта жүздескенше қош сау болыңыздар.